Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қарапайым жапсырмалы қалтаны өңдеу. Сабақтың мақсаты жапсырма қалта түрлерімен танысу, жапсырма қалтаны өңдеу технологиясын біліп және практикалық тұрғыда өңдеп үйрену қажет. Өткен сабақты қайталау. Жапырақшалы жарма қалтаның әдібі неше сантиметр болуы тиіс? Технология бойынша қалта әдібі қалай тігіледі? Жапырақшалы жарма қалтаның қандай айырмашылығы бар? Қандай жармалы қалталарды білесіз? Жапсырма қалтаның түрлері. Жапсырма қалтаның өңделу бірізділігі. Жапсырма қалтаны пішу. Жапсырма қалта негізгі матадан дайындалады. Тігіске берілген қосымшаны қалдыра отырып бөлшекті пішу. Жапсырма қалта қиығын торлау. Торлау тігісінің ені 3-4 мм. Жапсырма қалтаның қайыру сызығын борлау. Жапсырма қалтаның жоғарғы қиығын жатқыза үтіктеу. Жапсырма қалтаның жоғарғы қиығын белгіленген бор сызығымен бүгу және жатқыза үтіктеу. Жапсырма қалтаның ішкі қиығын жатқыза үтіктеу. Қалтаның ішкі қиығын бүгіп тігу. Қалтаның жан және төменгі қиығын бүгіп көктеу. Жапсырма қалтаның қиығын баса үтіктеу. Көктеу жібін сөгу. Негізгі бөлшекте жапсырма қалта орнын борлау. Бұйымға жапсырма қалтаны бүгіп көктеу. Негізгі бөлшектің өң бетіне жапсырма қалтаның өңделген жиегін жоғары қаратып, қалта сызығына орналастыру. Қосып көктеу. Қалтаны бастыра тігу. Негізгі бөлшектің белгіленген өң бетіндегі белгіленген сызыққа жапсырма қалта жиегін 1-2 мм бастыра тігу және қалта аузына бекітпе беру. Көктеу жібін сөгу. Жапсырма қалтаны бастыра үтіктеу. Қалтаның өңделу сапасын тексеру. Ал енді пысықтау сұрақтарына жауап беріп көрейік. Жапсырма қалталарды қалай өңдеуге болады? Оларды бұйыммен қалай қосуға болады? Машинамен жұмыстарын орындау кезінде қандай аспаптар мен жабдықтар қолданылады? Сырт киімдердегі жапсырма қалта түрлерін атаңыз. Жапсырма қалтаны өңдеу қандай этаптардан тұрады? Үйге тапсырма өз бетімен жапсырма қалтасын орындап шығу.